Сәлем достар, сіздермен Дантын. Менің арнамда 2 апта бойы видео шыққан жоқ, ё-моё, және менің арнамда уже 100 подписчиктен асып кетті. Бәріңе үлкен рахмет. Сол үшін мен сіздерге жаңа видео шығарып қойдым. Оны сіздер ары видеода көресіздер. Ал біз кеттік. Мен деген өзім ойнайтын ойындарды көтеретін компьютер алғым келді. Сондай ойындарды көтеретін маған компьютер керек болды. Және де сол компьютерді 250 мың теңге алдық. Ё-моё. Менде негізі AliExpress-тен немесе басқа тағы да сондай сайттардан андай детальдарды заказ беремін деп ойладым, бірақ мен деген сразу Алсар деген магазиннен сол компьютерді ала салып, ё-моё, осы компьютерді алған әменен қалай қуанғанымды айтыңыздар, ё-моё. Превьюдан көріп тұрғандай, бүгінгі видеода мен жаңадан алған компьютерді көрсететін боламын. Осы компьютердің компаниясы Lenovo. Біз сол компьютерді 250 мың теңгеге алдық. Оның характеристикасы. Басынан бастаймыз. Ол процессор Intel Core i5 және видеокартасы 1050 Ti. Ал оперативный памяті 8 гигабайт. Материнская плата HZ. Осы компьютер CSGO, Ведьмак, Team Fortress, PUBG, Fortnite және тағы басқа ойындарды высокий немесе самый высокийда көтереді. Және сіздер 2 немесе 3 программа ашып қойсаңыздар, қаттып жатса, осы компьютерде қатпайды. Және осындай компьютерде стрим жүргізуге болады. Және достар, 2 күннен кейін осы арнада стрим жүргізіледі. Сол стримді өткізіп алмау үшін 5 секундта тезірек арнаға тіркеліп, қоңырауды басып, лайк басып кетіңіздер. Ал мен санаймын. 5, 4, 3, 2, 1. Егер арнаға тіркеліп, қоңырауды басып, лайк басып болсаңыздар, онда сендер жақсы адамсыздар. Ал біз арғалай жалғастыра берейік. Осы компьютердің корпусы да әдемі. Мен осы компьютерді ұсынамын, егер сіздер ойын қатпасын десеңіздер. Ал достар, видео соңына келді. Егер видео сіздерге ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басып және күшті комменттер жазып кетіңіздер. Сонда сіздер келесі видеода өзіңді көре аласыздар. Сау болыңыздар.